Мына кеше Алматыға Ресейден, Әзербайжаннан бір блогерлер келіпті. Стримде отырып қазақ қыздарын үйтеміз, бүйтеміз депті. Буду ебать. Көшеде жүріп, бір адамдардың намыстарына тиіп, білген істеп жүр екен. А? А? 100 теңге көріп. А? 100 теңге көріп. А? Сейчас у нас... Енді бұлардың бұлай жүргені ол біздің кінәміз, енді олардың емес. Неге? Біздің қазақтың жігіттерінің бір намысы, ұяты кеткен сияқты да. Егер біз мықты болсақ, бұл айуандар кірмейтін еді, олай жүрмейтін еді, қорқатын еді. Егер осы жағдай Дағыстанда болмаса, Чечняда болған кезде олар ұстап алып, кәдімгідей екі аяғын, екі қолын сындырып, мемлекеттің өзі сол нәрсені қарастырып, сол адамдарға көмек беретін еді. Қазір енді оларды 15 сутка қамапты, бірақ ол нәрсе аз да, олардың кәдімгідей жақсылап, сазайын беру керек та. Сосын ана Сабуровты қалай 50 жылға депорт жасады, запрет қойды, тура солай жасау керек деп ойлаймын. Неге? Келесе басқа елдің, болмаса басқа адамдар келіп, осылай біздің дінімізге, елімізге, намысымызға тиетін нәрселер істемейді да. Сондықтан бұны резонанс жасап, кәдімгідей көтеру керек деп ойлаймын.